Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі нүктенің ара қашықтығы. Сіздердің меңгеретіндеріңіз кеңістіктегі екі нүкте арасындағы ара қашықтықты таба білу. Есімізге түсірейік. Бізге жазықтықта А1 және А2 нүктелері берілсін. Ендеше олардың ара қашықтығы келесі формуламен өрнектеледі. А1, А2 тең болады түбір астында x2 азайту x1-дің квадраты қосылған y2 азайту y1-дің квадраты. Егерде А1 нүктесінің координатасы -2-де 3, А2 нүктесінің координатасы 6-да 4-ке тең болса, онда олардың ұзындығы келесі табылады. Түбір астында 6 азайту -2-ның квадраты қосылған 4 - 3-дің квадраты тең болады түбір астында 65. Енді кеңістіктегі екі нүктенің ара қашықтығын қарастырайық. Бізге кеңістікте А1 координаталары x1, y1, z1 және А2 координаталары x2, y2, z2 нүктелері берілсін. Теорема. Кеңістіктегі А1 координаталар x1, y1, z1 және А2 координаталар x2, y2, z2 нүктелерінің ара қашықтығы келесі формуламен өрнектеледі. А1, А2 тең болады түбір астында x2 азайту x1-дің квадраты қосылған y2 азайту y1-дің квадраты қосылған z2 азайту z1-дің квадраты. Енді осы теореманы дәлелдейік. Бізге А1, А2 нүктелері берілген. А1, А2 түзуі бір уақытта үш оське бірдей параллель бола алмайды. Айталық ол ОЗ осіне параллель емес болсын. Ендеше А1, А2 нүктелерінің OXY осіне ортогональ проекцияларын жүргізуге болады. Ол сәйкесінше А1' және А2' нүктелері болсын. А1' және А2' нүктелері бір жазықтықтың бойында жатқандықтан, олардың ұзындығын келесі формуламен табуға болады. А1', А2' тең болады түбір астында x2 азайту x1-дің квадраты қосылған y2 азайту y1-дің квадраты. Енді А1 нүктесінен А1', А2' түзуіне параллель түзу жүргізейік. Және де оның А2, А2' түзуімен қиылысу нүктесін Б деп белгілейік. А1, Б кесіндісінің ұзындығы А1', А2' кесіндісінің ұзындығына тең болады. А2 және Б нүктелері бір түзудің бойында жатқандықтан, олардың ұзындығы келесі формуламен анықталады. А2, Б тең болады модулясында Z2 азайту Z1. Енді А1, А2, Б тікбұрышты үшбұрышын қарастыратын болсақ, А1, А2-ның ұзындығы Пифагор теоремасы бойынша түбір астында А1, Б-ның квадраты қосылған А2, Б-ның квадраты. Енді осы өрнекке жоғарыдағы берілгендерді қоятын болсақ, А1, А2 тең болады түбір астында x2 азайту x1-дің квадраты қосылған y2 азайту y1-дің квадраты қосылған z2 азайту z1-дің квадраты. Теорема дәлелденді. Енді балалар, бүгінгі өткен тақырыпқа мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Келесі нүктелердің ара қашықтығын табыңдар. А координаталары 3 - 2-де 0, Б координаталары 2, 3-де 4. Бүгінгі формуланы қолданатын болсақ, онда АБ кесіндісінің ұзындығы тең болады түбір астында 2 азайту 3-дің квадраты қосылған
3 қосу 2-нің квадраты қосылған 4 азайту 0-дің квадраты. Тең болады түбір астында 42. Келесі мысал. Бізге А координаталары 2, 3-те 6 және Б координаталары 1, 2-де -2 нүктелерінің қайсысы координата басына жақынырақ орналасқанын табу керек. ОА және ОБ кесінділерін жүргізейік. О нүктесінің координатасы координаталар басы болғандықтан 0, 0, 0-ға тең. Ендеше формуланы қолданатын болсақ, ОА кесіндісінің ұзындығы түбір астында 2 азайту 0-дің квадраты қосылған 3 азайту 0-дің квадраты қосылған 6 азайту 0-дің квадраты, яғни 7-ге тең. ОБ кесіндісінің ұзындығы түбір астында 1 азайту 0-дің квадраты қосылған 2 азайту 0-дің квадраты қосылған -2 азайту 0-дің квадраты тең болады 3-ге. ОБ кесіндісі ОА кесіндісіне қарағанда қысқа болғандықтан бізде Б нүктесі координаталар басына жақынырақ орналасқан. Келесі мысал. Үшбұрыш төбелерінің координаталары берілген. А 0, 0, 2, Б 0, 2-де 0, С 2, 0-да 0. Үшбұрыштың түрін анықтаңыз. Үшбұрыштың түрін анықтау үшін оның қабырғаларын табуымыз қажет. АБ қабырғасының ұзындығын табу үшін А және Б нүктелерінің координаталарын қолданамыз. БЦ қабырғаларының ұзындығын табу үшін Б және С нүктелерінің координаталарын қолданамыз және АЦ қабырғасының ұзындығын табу үшін А және С нүктелерінің координаталарын қолданамыз. Формула бойынша табатын болсақ, АБ, БЦ және АЦ қабырғаларының ұзындықтары 2 түбір астында 2-ге тең. Ендеше АБ, БЦ, АЦ қабырғалары бір-біріне тең. Жауабы дұрыс үшбұрыш болады. Балалар, енді сендерге тапсырма. Егер А және С нүктелері координаталармен берілген болса, АЦ-ның ұзындығын табыңыз. Енді өзімізді тексерейік. Кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданатын болсаңдар, АЦ-ның ұзындығы 2 азайту 2-нің квадраты қосылған 7 азайту 0-дің квадраты қосылған -1 қосылған 1-дің квадраты түбір астында, яғни 7-ге тең. Жауабы АЦ тең болады 7-ге. Келесі тапсырма. Төбелерінің координаталары А 0, -2-де 2, Б -2, -2-де 2, С -4, 2-де -1 және Д 2, 2, -1 болатын тең бүйірлі трапециясы берілген. Бүйір қабырғалары АД және БЦ бір-біріне тең. Трапецияның орта сызығын табыңыз. Өзімізді тексерейік. Егерде координаталарын пайдаланып кеңістікте сызба сызатын болсақ, келесі сызбаны аламыз. КН бізде орта сызық. Трапецияның орта сызығын табу үшін бізге АБ және СД табандарының ұзындығын табу керек. Ол үшін кеңістіктегі екі нүктенің арақашықтығын табу формуласын қолданамыз. АБ-ның ұзындығы 2-ге тең, СД-ның ұзындығы 6-ға тең. Ендеше трапецияның орта сызығын табу формуласы бойынша КН тең болады АБ қосу СД бөлінген 2, яғни 2 қосу 6 бөлу 2 тең болады 4. Жауабы КН тең болады 4. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.